Сәлем достар, қаларыңыз қалай? Бүгін біз Айша екеуміз бірінші Алматы жаққа конкурсқа келдік. Айша биге қатысады. Сол өзінің бидегі тобымен қамажай биін дайындап, осы бүгінгі конкурсқа келіп қалдық. Қазір кішкене сыртта жүрек жалғап, шай ішіп алайық деп отырмыз. Қазір енді олар выступать етеді. Міне біздің қыздарымыздың орындап шыққан билері өте жақсы биледі. Осында барлық қыздар 6-7 жастағы қыздар өте жақсы орындап шықты. Ата-ана ретінде бізде кішкене ата-аналар толқып отырдық. Қалай болар екен, қалай билеп шығады екен деп. Жоқ, қыздарымыз өте жақсы билеп, жақсы орындап шықты. Біз гран-при алдық. Осы 6-7 жастағы қыздар арасындағы жарыстан. Солай барлығымыз қуанып үйімізге қайттық. Папасы екеуміз осыған орай балаларды бір қуантып қояйық деп сыйлық алып келдік. Аишаға кішкене мотивация болсын, алға қарай жақсы өсуіне, билеуіне. Оның арқасында Айтөреде ойыншықты болып қалды. Солай балаларымызға осындай ойыншық алып келіп қуантып қойдық. Айтөренің ойыншығы кішкене қиындау екен. Папасы жұмыстармен кетіп қалды да, біз үйде сіңілім екеуміз Айтөренің ойыншығын құрастырамыз деп біраз кішкене әуреге салындық. Барлық наклейкаларын, каждый детальдарына осылай жапсырып отырмыз. Оның барлығы жұмыс екен. Қазір енді болғаннан кейін сіздерге көрсетемін қалай болып шықты. Міне ана жақта лифті бар, кәдімгідей бір күшті парковка екен. Өте жақсы ойыншық. Біз детский мирдан алдық. Сіздер де егер балаларыңызға осындай ойыншық іздеген болсаңыздар, алып берсеңіздер болады. Балаға өте қызық екен. Даже қызым ойнап кетті ғой, балам емес. Менің өзім де қызығып кетті мына ойын парковкаға. Сондай өзінің ішінде 2 кішкентай машинасы шықты. Осымен бүгінгі біздің күніміз аяқталды. Сау болыңыздар.